Ассалаумағалейкум, мен Ақыт Жандос. Америка, Флорида штаты, Майами қаласынан сәлем. Біз Америкаға келгеннен бері менің жекеме өте көптеген сұрақтар келіп жатыр. Америкаға қалай келуге болады, келудің жолдары, келгеннен кейін қандай қиыншылықтар бар, қандай жолмен қалай үйреніп адаптация өтуге болады деген сияқты. Соның ішіндегі көбі қоятын сұрақ Америкаға келудің жолдары, қалай келсек деп қояды. Ол негізінде Америкаға келудің жолдары өте көп. Негізгі үшке бөлетін болсақ, бірінші ол сіз лотерея грин карта ұтып алып келу, грин картамен келу. Екіншіден, қандай да бір виза алып келу, ол мейлі миграциялық, мейлі миграциялық емес. Үшіншісі, Мексика границасы арқылы келу деген жол болады. Негізінде үлкен топқа бөлсек. Соның ішіндегі бүгін біз тоқталатын ол грин карта. Себебі қазір барлықтарыңыз білесіздер, грин карта ойнатылып жатыр. Ол қараша айының 9-на дейін жалғасады. Бірақ та өтінішті қараша айының 5-не дейін, 7-сіне дейін беріп үлгеру керек. Соңғы күндері оны өтініш беру өте қиындап кетеді. Сол себепті лотерея грин картаға қалай өтініш береді, кімдер өтініш бере алады, қандай жағдайда қалай беруге болады деген сұрақтарға тоқталайын деп отырмын. Лотерея ол 27 жыл бойы Америкада ойнатылып келеді. Әр жыл сайын оның саны биыл 50 мың лотерея ойнатылып жатыр, 50 мыңнан астам. Оған қандай елдер, қандай мемлекет кіретін өзінің арнайы тізімі бар. Мен қарап шыққаным бойынша Азиядағы елдердің көбі кіреді, және яғни СНГ-дегі елдердің көбі де кіреді. Қырғызстан, Қазақстан, Беларусь, Россия барлығы кіреді. Оған өтініш беру үшін ең бастысы сізде уақыты өтпеген шетелге шығатын төлқұжат паспортыңыз болу керек. Яғни ол сіздің өтініш бергенге дейін уақыты жарамды болса болды. Ары қарай кейін сіз ұтып алсаңыз, ол паспортыңыздың уақыты біткен, басқа паспорт алсаңыз да ол жарамды болып саналады. Ең бастысы өтініш берген уақытта сіздікінің жарамды мерзімі болу керек. Екіншіден, сізде орта немесе жоғарғы дәрежелі білім болу керек. Аттестат, 11-ші сынып, 12-ші сынып бітірген аттестат болу керек, немесе колледж, немесе университет бітірген диплом, сертификат, жоғарғы оқу орындарының болу керек. Ал тіптен ол болмады деген жағдайда сізде 2 жылғы тәжірибеңіз болу керек қандай бір жұмыстан. Кейін сіз оған лотереяға қатыса аласыз өзіңіздің туған жеріңіздің атына. Яғни көп жағдайда болады, туған жеріңіз Монғолияда, ал азаматтығыңыз Қазақстанда. Егер ондай жағдайда сіз Монғолияның атынан қатысасыз. Себебі сіздің туған жеріңіз Монғолия болғандықтан. Немесе, мысалы, сіздің туған жеріңіз Қазақстан, бірақ сіз тұрасыз Россияда, азаматтығыңыз Россия. Ал ондай жағдайда сіз Қазақстанның атынан қатысасыз, себебі туған жеріңіз Қазақстан. Бұл өтініш берген кезде бұл жағдайда өте мұқият қарау керек. Келесі ол сіздің фотоңыз болу керек. Фото соңғы бір айда түскен болу керек. Былтырғы жылғы лотереяға қатысқандағы фотоңызда немесе басқа бұрынғы фотоларды қолдануға еш болмайды. Егер оны қолдансаңыз, ол сіздің өтінішіңіз қабылданбайды. Сол себепті соңғы бір айдағы фотоңыз болу керек. Ол үшін сіз фото түсіретін салонға барасыз. Айтасыз, маған Америкаға грин картаға, лотерея грин картасына қатысуға фото керек деп. Ол 2 фото сізге түсіріп, размері 600-600 инч дейді.
ол фотосалондағы жұмыскерлердің барлығы біледі. Сізге түсіріп, оны флешкаңызға немесе почтаңызға жібереді. Сонымен келесіз, фотоңыз дайын болды. Фотоңыз дайын болғаннан кейін келесі, сіз егер үйленген болсаңыз, сіз өзіңіздің атынан және әйеліңіздің атынан 2 рет өтініш жібере аласыз. Олай болған жағдайда сіздің ұту мүмкіндігіңіз сәл де болса жоғарылайды. Бірақ та сіз өтініш жіберген кезде барлық балаларыңызды міндетті түрде көрсету керексіз. Мысалы, бірінші некеден немесе екінші некеде болған балаларыңыз, бүкіл информацияны толығымен, нақты шындығымен көрсету керексіз. Себебі сіз егер ұтып алсаңыз, сіз кейін тағда DS 260 деген анкета толтырасыз. Ол анкетамен посольстводағы жұмыскерге барып интервьюді өтесіз. Сол интервьюде сіздің барлық құжаттарыңызды, барлық документтеріңізді қарайтын болады. Егер қандай да бір сіздің толтырған кездегі документтеріңізбен қазіргі апарған документтеріңіздің екеуінде айырмашылық болатын болса, жалған болатын болса, басқа да өзгешеліктер болатын болса, онда сіз ұтқан жағдайда да ол грин карта сізге берілмеуі әбден мүмкін. Және де грин карта толтырған кезде қателіктерді жібермеу керек. Сіз анкетаны толтырып болған кейін ең соңында confirmation list деген шығады. Соны міндетті түрде сақтап алуыңыз керек. Фотосын түсіріп, немесе распечатка жасап, сақтап қоюыңыз керек. Кейін келесі жылы, яғни май айында результатын көруге сол confirmation номер заявление жазған өтініш берген қағазыңыздың номері арқылы өзіңіз ғана тексере аласыз. Егер оны жоғалтып алсаңыз, басқа да бір жағдаймен оны қайда қойғаныңызды ұмытып қалсаңыз, онда сіз оның результатын ешқашан көре алмайсыз. Себебі сіз егер ұтсаңыз грин картаны, сізге ешкім звондамайды, ешкім хабарласпайды, ешқандай қағаз, хат, жолдама келмейді. Ол тек өзіңіз анкетаға кіріп, сол жерден тексеріп, өзіңіздің статусыңызды көре аласыз. Сол себепті анкетаны толтырып болғаннан кейін барлық информацияны соткаға түсіріп алып, оны өзіңіздің жақын танысыңызға жіберіп, және де арнайы жоғалмайтын жерге сақтап қою керек. Ол өте маңызды. Себебі мысалы көптеген адамдар өздерінің уақыты жоқ, немесе онымен айланысқысы келмейді. Сол себепті анкета толтыратын адамдарға ақшасын төлеп толтыртады. Сондай кейбір жағдайда мысалы ол анкетаны толтырады, ол екінші адамның атынан, бірақ та толтырып болғаннан кейін оған confirmation list жібермейді. Майда результаты шығады. Ал егер ол адам ұтып алған жағдайда, ол confirmation листсіз ешқандай ары-қарайғы іс-әрекет жасай алмайды. Сол себепті толтырған адам ол кісіден қанша мың доллар ақша сұрап, мысалы сен осы confirmation листінді алу үшін маған осыншама доллар төле, соның кейін мен берем деген сияқты жағдайлар көп болады. Сол себепті егер де сіздер қандай бір адамға, қандай бір организацияға толтыруға өтініш беріп, олармен келісімге отыратын болсаңыздар, міндетті түрде қоятын сұрақтарыңыз, сіздер толтырғаннан кейін маған confirmation list және де анкета жіберілді деген қағаздың барлығын, номерінің барлығын жібересіңдер ма деп келісіп, арнайы нақтылап сұрап білу қажет. Барлығымыз қатысайық, барлықтарыңыз қатысыңыздар. Алла қаласа ұту мүмкіндігі бар. Сол себепті барлығымыз қатысайық, мүмкін бірде болмасын бірде ұтып алып, армандаған арман мақсаттарымызға жетіп жатармыз. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер сұрақтарыңыз болса астына жазыңыздар. Сонымен қатар бізде де анкетаны толтырып береміз. Анкета толтырғылары келген адамдар хабарлассаңыздар болады.